біздің халық пайғамбарымыздың сүннеті салтымызға айналып кетті, хадисі ғұрпымызға айналып кетті дедік. Сүннетпен жүру өте керемет. Қазақ тағы да бір мақал, бұл ата бабамыз, көрдің ба, жаңағы сөз солардан шығады ғой. Қошқар болар тоқтының дейді, маңдай алды дөң болар дейді. Сүзіскенге жақсы да. Адам баланың етек жеңі мол болар дейді. Сүннет пе? Етек жеңі мол болып жүру. Қара, киіміне қарап. Ал қазір жаңағы Абай 37 жасында ата болды дедік, 4 немереге. 40-45 жас атаның жасы. 20-20-да, 25-те балаң үйленсе. 60-65 арғы жасы. 70-80 бабаның жасы болып кетеді. 40-қа келген, 50-ге келген аталар, жаздың күні бәрін білесіңдер, шорттан киіп жүр. Есің дұрыс па? Шорт киіп алып, келініңнің алдында жалаң аяқ тұрып, шортпен тұрудың өзі, ойлаңызшы енді өзіңізге. Ақылы бар адам осылай істейме, аяғын жалаңда жалт-жолт еткізіп табан. Қазақта бір жаман сөз бар, бейшара жалаң аяқ қыпты ғой. Аяғыңа бір чулықты алып кие алмайсың ба? Мәселеш ки деп тұрған жоқпыз. Міне, киім мәселесі, пайғамбар сүннетін айтып отырмын. Ал енді өзіңіз көз алдыңыз елестетіңізші, 60-қа келген ата, немесе 40-қа келген ата, шортпенен жүр. Шортпен жүр. Келіннің алдында, қызыңның алдында қалай тұрасың енді? Сенде кішкене адам, Алла тағала адамзатты ар ұят намыспен жаратты ғой, махаббатпен. Сенде ұят, анау жоқ болып тұрған, не ар жоқ, не ұят жоқ, намысың жоқ, намыстанбайсың ба сен шортпен киіп жүрген? Біттің ғой, малдың қатарына түстің ғой. Қалай енді сен? Қайтып сен, қазақта бір сөз бар, тегіңді итке жегізбе, әкеңе тіл тигізбе дейді. Мен де қыздарым кетіп шығып баратқанда киініп шықпаймын маған. Жап мына төсіңді, ұзын ки. Сен ертең танитын адамдар айтады ғой, мынаны бәлен сенің қызың қара мына жүр. Ал танымайтындар атамызға барып тиеді ғой, тегімізге қазақтың қызын жүрісі мынау деп. Сүннетпенен жүру, сүннетті ояту, сүннетпенен тамақ ішу, бұл өте үлкен дүние.